Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз адам ағзасы жайлы көпшілік біле бермейтін 25 қызықты факт айтамыз. Біздің денеміз шынымен де табиғаттың ең үлкен ғажайыбы. Видео басталмастан бұрын видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Адам миы дененің тек 2%-ын құраса да, бүкіл энергияның 20%-ын жұмсайды. Сондықтан көп ойланғанда немесе сабақ оқығанда қатты шаршап қаламыз. Адам көзі 10 миллионға жуық түсті ажырата алады, бірақ қараңғыда жануарлар сияқты жақсы көрмейміз. Жүрегіміз күніне 100 000 рет соғады. Бір жылда ол миллиардтаған рет соғып, біздің өмірімізді жалғастырады. Біздің барлық тамырларымызды қосып соссақ, шамамен 100 000 километрға жетеді. Ол жер планетасын 2 рет айналып шығуға жетеді. Құлақ пен мұрын адам қартайған сайын өсе береді. Ол шеміршек ұлпасының тоқтаусыз өсуінен болады. Ұйықтап жатқанда миымыз кейде сергек кезінде белсенді жұмыс істейді. Сол себепті біз түрлі түс көреміз. Адам сүйегі өте қатты, болаттан да мықты, бірақ соған қарамастан өте жеңіл. Адам ағзасында триллиондаған бактерия өмір сүреді. Олардың көбі бізге пайдасын тигізеді екен. Адамның тілінде шамамен 100 000 дам сезетін бүршік бар. Олар арқылы тәтті тұзды, ащы және қышқылды ажырата аламыз. Жап-жаңа туған нәрестеде 300 сүйек бар. Өсе келе олардың кейбірі бірігіп, ересек адамда 206 сүйек қалады. Адам асқазанындағы қышқыл темірді де еріте алады. Бірақ ол өз асқазанына зиян келтірмеу үшін арнайы қабатпен қорғалған. Бір тал шаш бірнеше 100 грамм салмақ көтере алады, ал барлық шашты қосса үлкен салмаққа төтеп бере алады. Біздің тырнақтарымыз айына орта есеппен 3-4 мм өседі. Саусақтың қайсысы жиі қолданылса, оның тырнағы тез өседі. Адам өкпесінде 300 миллионға жуық көпіршік бар. Солардың арқасында бізге ауа жеткілікті деңгейде тарайды. Жалпы адамның денесінде 2-ден бастап 5 миллионға дейін тер безі бар. Олар денеміздің температурасын қалыпты ұстауға көмектеседі. Көз жасы тек көзді суландырып қоймайды. Ол біздің эмоциямызды да көрсетеді. Бүйрек бір күнде қанымызды 50 ретке жуық сүзеді. Осы арқылы ағзадағы зиянды заттарды шығарады екен. Адам ішегінің ұзындығы 7-ден бастап 8 метрге дейін жетеді. Ол тағамды қорытып, денеге қажетті заттарды бөледі. Әр адамның саусақ ізі бірегей, яғни әр адамның саусағының іздері бір-біріне сай келмейді. Адам денесінде шамамен 5 литр қан болады екен. Ол бүкіл денеге оттегіні жеткізіп отырады. Адамның миында шамамен 86 миллиард жүйке жасушасы бар. Олар бір-бірімен секундына миллиондаған сигнал алмасады. Адам ағзасында 600-ден астам бұлшықет бар. Олардың ең күштісі тіл екен. Адам минутына 15-20 рет көзін жыпылықтатады. Ол көзді құрғап кетуден сақтайды. Адам терісі денедегі ең үлкен мүше болып саналады. Оның салмағы шамамен 3-4 килограмм шығады. Адам денесіндегі жасушалар үнемі жаңарып тұрады. Мысалы, тері жасушалары әр 2-3 апта сайын толығымен жаңарады. Міне достар, адам ағзасы жайлы 25 қызықты факттар осы. Біз қаншалықты өз денемізді зерттесек те, оның құпиясы әлі де толық ашылған жоқ. Достар, видео ұнаған болса, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.